Сәлеметсің бе озат оқушым? Бүгін бізде 76-шы сабақ кері есептер. Есептер шығарып, кері есептерді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма. Тапсырманы орында. Шабадандар мен қапшықтарды сана дейді. Мұнда суретте жол қапшықтар мен шабадандар көрсетілген, жолаушылардың. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық? Жол қапшыққа қарағанда шабаданның нешеуі кем? Соны табуымыз керек екен. Ол үшін есеп құрастырып, оны шығарып көрейік. Есепті былай жазуға болады. Жол қапшық саны 8 дана, шабадан 5 дана. Бірақ жол қапшық шабаданға қарағанда нешеуге артық? Оны табу үшін біз 8-ден 5 азайтамыз, Сол кезде 3 шығады. Яғни жол қапшық шабаданға қарағанда 3-ге артық екен, себебі жол қапшықтың саны 8, ал шабадан 5, Енді осыған кері есеп жазып көрсек, біз жол қапшық 8 дана, шабадан 5 дана. Шабадан жол қапшыққа қарағанда нешеуі кем дейміз. Сол кезде де сол 3, шабадан жол қапшыққа қарағанда 3-еуі кем болып шығады. Енді мына ережені есте сақтап ала қой. Бір санның екінші саннан нешеуі артық, немесе нешеуі кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту қажет. Және біз мұнда бірінші есептегі суретте қарап шығардық қой, жол қапшық 8 дана дедік, шабадан 5 дана дедік. Бұл жерде қай сан артық? Үлкен қай сан? Жол қапшықтағы 8 деген сан 5-ке қарағанда үлкен екен, Яғни үлкеннен біз кішіні азайтамыз, Сонда 8-ден 5-ті азайтып, біз 3 екенін тауып алдық. Яғни кем немесе артық екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек екен. Келесі бізде екінші есеп. Әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңда және шығар дейді. А нұсқасы. 7 жол қапшық пен 5 шабадан тұр. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық? Ол үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз, 7-ден 5-ті азайтамыз. Сол кезде екеуі артық екені шықты. Ә нұсқасы. 7 жол қапшық пен одан екеуі кем шабадан тұр. Неше шабадан тұр? Бұл жерде де үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 7-ден 2-ні азайтамыз. Сол кезде 5 шықты, яғни 5 шабадан тұр екен, Енді Б нұсқасы. 5 шабадан мен одан екеуі артық жол қапшық тұр. Неше жол қапшық тұр? Енді бұл жерде біз қосып алады екенбіз. 5-ке 2-ні қосамыз, артық деген соң. Сонда 7 жол қапшық тұрғанын біліп алдық, Енді астындағы мұнда сұлбаларда қай нұсқаға қай сұлба келеді? Яғни бірінші сұлба Ә нұсқасындағы есепке келеді екен, Ал екінші сұлба болса Б нұсқасындағы есепке келеді. Яғни 5 шабадан мен одан екеуі артық жол қапшық тұр деген. Ал үшінші сұлба болса А нұсқасы, яғни бірінші нұсқадағы есепке шарты сәйкес келеді екен. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте математика күнделікті өмірде әр отбасы жүгінің жалпы массасын есепте салыстыр дейді. Мұнда бірнеше сөмкелер және шабадандар көрсетілген, және 2 отбасы, суретте. Солардың жүк массасын есептеп көрейік. Бірінші отбасының жүгінің массасы 3-ке 2-ні қосамыз. 5, оған 5-ті қоссақ 10, оған 10-ды қоссақ 20, оған 10-ды қоссақ 30 екен, бірінші отбасының жүк массасының салмағы. Енді оның астындағы екінші отбасының жүк массасының салмағын есептеп көрейік. 5-ке 5-ті қосамыз, 10 болды, оған 20-ны қосамыз. 30 болады екен, оған 20-ны қоссақ 50 болады, оған 10-ды қоссақ 60 болады екен, Екінші отбасының жүгінің жалпы массасы 60 килограмм екен. Енді екеуін салыстырып көрейік. Бірінші отбасының жүк массасы 30 килограмм болды, ал екіншісінікі 60 килограмм болды. Екінші отбасының жүгінің массасы 60 килограмм үлкен екен, біріншісіне қарағанда. Келесі бізде төртінші есеп. Жұптық жұмыс есепте тексер дейді. Бірнеше қосу және азайту амалдары берілген екен. 70-тен 30-ды азайтамыз.
40 қалды. 90-нан 20-ны азайтамыз. 70 болады. 10-ға 80-ді қосамыз. 90 болады екен, я. 70-тен 70-ті азайтсақ, 0 қалады екен. Ал 90-нан 30-ды азайтсақ, 60 болады. 70-ке 20-ны қоссақ, 90 болады екен. 60-қа 10-ды қосамыз. 70 болды. 80-нен 80-ді азайтсақ, 0 қалады. Ал 80-нен 20-ны азайтатын болсақ, 60 болады екен. Келесі қатарда 80-ге 20-ны қосамыз. Неше болады? Бұл жерде 3 таңбалы сан шығады, я? Яғни 100 болады екен. 50-ге 50-ді қоссақ, мысалға 50 теңгеге 50 теңгені қоссаң, неше теңге болады? 100 теңге болады, я? 40-қа 40-ты қоссақ, 80 болады екен. Осы есептерді де өзің есептеп, ойланып, жазып ала ғой. Біздің бүгінгі сабағымыз озат оқушым осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кете ғой. Бұйырса, мен саған міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабаққа дейін сау бола ғой.